Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде сөйлеуді дамыту оқу қызметі. Тақырыбы желбіре жеңіс жалауы. Балалар, мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Күлімде күн күлімде, жер жасарып көгерсін. Кешегідей бүгінде қанат қақсын көгершін. Балалар, бүгін біз ұлы жеңіс мерекесі туралы әңгімелейміз. Әр жыл сайын біздің елімізде 9 мамыр жеңіс күнін атап өтеді. Осы 9 мамыр күні еліміз неміске қарсы шабуылға шығып, ұлы отан соғысын жеңіспен аяқтады. Міне содан бері біздің бейбіт өмір сүріп жатқанымызға балалар 75 жыл болыпты. Бұл соғыс балалар адам өмірінде ең қорқынышты күн болды. Көптеген азаматтарымыз осы соғыста елін қорғап, ерлікпен қаза тапқан. Біз сол үшін соғысқа қатысқан апа-аталарымыздың есімін еске алып, ескерткіштерін қорғауымыз керек. 9 мамыр күні балалар ерте тұрып шеруге дайындалады. Біз Қорсылдақты орай аю үшеуміз де шеруге дайындалдық. Қорсылдақты орай көлігіне түрлі ұрандарды іліп, көлігін шеруге дайындады. Миша атасының үлкен суретінен шеруге ұстап шығатын үлкен портрет дайындады. Ал мен түрлі түсті шарларды әдемі етіп үріп, шарлар әзірледім. Біз үшеуміз шеруге бардық. Шеруде біздің алдымыздан әскерлер мінген әскери көліктер, танкілер жүріп өтті. Жоғарыдан самолеттар ұшып өтті. Шеру өте қызықты болды. Миша, маған танкіге мінуге болады ма? Болады, бірақ абайла. Балалар, көгалға барып, соғыс туралы кино көрейік. Мен соғыс туралы киноны жақсы көремін. Жарайды, жүріңдер. Бітті. Самолет құлады. Өкінішті. Қоңыз кетіп қалыпты. Уайымдайтын нәрсені таптың. Қоңыздан солдатқа өмірі пайда болмаған. Қара, қожайын даусын естіп еді, ұшып келді. Содан бері Петр ата қоңызды қорапқа салуды қойып, сумкасына салып жүрді. Бірде қоңыз қатты сілкіністен оянды. Жарадың қоңыз, жарайсың. Қоңыз есінен танып қалды.
Қоңыз оянғанда жан-жағы тым-тырыс болып тұрды. Аяқтарым сап-сау қимылдайды, қанаттарым да өз орнында. Қоңыз егістікті айналып ұзақ ұшты. Петр атайды іздеді. Қанаттары әбден талған кезде Петр атайдың сумкасын көрді. Петр жоғалып кетті. Тағы да іздейікші. Қара, қоныз. Петр атайды тауып алдық. Ол тірі екен. Ай жарайсың, жауынгер қоңыз екенсің. Бұл қоңызды маған балам сыйға тартқан. Бұл болмағанда маған қиын болар еді. Киноны көріп болғаннан кейін отшашу шашып, жеңіс күнін тойладық. Ал балалар, бүгінгі оқу қызметі аяқталды. Қош, сау болыңдар.